Қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге Facebook әлеуметтік желісі арқылы Instagram және Facebook парақшаларында официальный ақылы жарнама беруді көрсетеміз. Ең бірінші біз Facebook әлеуметтік желісіне кіреміз. Егер сіз ол жерге әлі кірмеген болсаңыз, логин пароліңізді теріп кіресіз. Логин пароліңізді теріп кіргеннен кейін осындай бетке түсесіз. Егер сіздің Facebook парақшаңыз болмаса, ал сіздің Facebook парақшаңыз, скорее всего, бар, өйткені сізде Instagram парақшаңыз болған кезде ашқан болатынсыз. Ал егер жоқ болса, онда достарыңыздың немесе таныстарыңыздан Facebook парақшасын сұрап, солардікін қолданып көрсеңіз болады. Facebook парақшасын ашқаннан кейін, осындай бетке түскеннен кейін, оң жақ төбесіндегі батырманы басамыз да управлять рекламой дегенді басамыз. Бұл жерде сіздерге бір ғана таңдау болу керек. Сол бір ғана таңдауға басамыз. Күтеміз. Достар, мен қазір барынша қарапайым тілмен, барынша тез және барынша ұғымды етіп түсіндіремін. Барлық функцияларына үңілмеймін, өйткені сіздерге тез және артық шығынсыз, артық әңгімесіз, артық көп уақыт құртусыз бірінші ақшаларыңызды табу керексіздер. Сондықтан да сіздерге ең керекті деген функцияларын көрсетемін. Қалған функцияларын бұдан кейінірек өздеріңіз қарасаңыздар болады. Ал қазір бірінші акцент сіздердің алғашқы табыстарыңыз. Бұл жерде біз ең бірінші өзіміздің картамызды Facebook парақшасына прикреплять етеміз, біріктіреміз екеуін. Ол үшін сол жақ төбесінде Ads Manager дегенге басамыз, кейін Billing. Бұл жерде қазір тура мендегідей болып тұру керек сіздерде. Настройки платежейді басамыз. Күтеміз. Достар, тағы да айтып кететін жайт, жүктеліп жатқан кезде артық сұрақ қоюдың қажеті жоқ. Мына жерді бассам қалай болады, мына жерді бассам қалай болады деген сияқты тура айтылғандай істеп отырыңыз. Сіздерде сәл басқаша болса, сәл ойланып көріп, соған ұқсайтын, сондай мағыналас батырмаларды басып істей беріңіз. Бұл жердегі мақсат, бұл Facebook рекламасын толығымен үйреніп алу емес сізге. Сізге бастапқы тез жарнамаңызды жіберіп, өз алғашқы ақшаңызды осы жарнама арқылы табу. Осы жерге добавить способ оплаты батырмасын басасыз. Және мына жерге өте қарапайым карта нөміріңізді осы жерге тересіз. Мен қазір теремеймін, өйткені мен өзімнің карта нөмірін басқа Facebookқа теріп қойғамын. Одан кейін мына жерге айын, жылын, срок годности. Мынау картаңыздың артындағы 3 цифрды осы жерге тересіз. Және бұл жерде айта кететін өте маңызды жайт, картаңыз қандай банк болса да, сол банктың заранее біліп алғаныңыз дұрыс. Мысалы, Каспий банк болса, приложениясы арқылы бұл жерде лимит дегенді по умолчанию негізінде бастапқыда оларда лимит тұрады. То есть интернет арқылы төлеткізбейді. Сондықтан да приложениясы арқылы немесе Каспийдің өзіне, немесе банктың өзіне звондай отырып, сіздің картаңызда интернет оплатаға лимит тұрма, жоқ па соны біліп, егер тұрған болса, лимитті алып тастап қойғандарыңыз дұрыс болады. Өйткені лимит тұрса, мына жерде картаңызды қабылданбайды. Картаңыздың данныйларын мына жерге тергеннен кейін, мына жер Қазақстан болып тұрады. PayPal, купон на рекламу, Facebook дегендерге вообще тиіспейміз. Мына жерлерді толтырғаннан кейін продолжитті басамыз. Продолжитті мен қазір басқан кезде ештеңе болмайды. Мына қызыл болып жанып тұрған нәрселердің бәрін толығымен өте мұқият теріп, одан кейін продолжит басамыз.
тез теріп продолжить басып деген олай болмайды. Егер қате теріп, бірнеше рет қате теріп қойсаңыз, ол картаңызды Facebook қабылдамауы мүмкін. Және тағы бір айта кететін үшінші жайт, мысалы біз қазір Facebookқа жасап отырмыз, сол сіз ойлап қалмаңыз, что Facebookқа ғана жасап отырмық, маған Instagramға жасау керек деген сияқты. Тиімділік үшін, рекламаның тиімді, жарнаманың тиімді жұмыс істеуі үшін негізі бастапқыда оны приложениемен емес, осы Facebook арқылы ноутбукпен жасаған абзал болады. Сондықтан ноутбукты достарыңыздың, таныстарыңыздан сұрап болсын, жасаған дұрыс. Продолжить басқаннан кейін сізде өте үлкен вероятностьпен, өте үлкен ықтималдылықпен сіздің картаңызды қабылдайды. Егер картаңызды қабылдамаған болса, басқа карталарды қойып көріңіз. Және әр картаны осы жерге қояр кезде мұқият тексеріңіз, ода оплата в интернете деген лимит тұр ма, жоқ па? Сол лимит тұрса, алып тастау керек. Және мына жерлерге барлық нөмірлерді өте мұқият теру керек, достар. Достар, және тағы бір қосымша мұқият тергеннен кейін, продолжить басқаннан кейін сіздің картаңыз қабылданады. Сөйтіп, мына жерде сіздің картаңыздың нөмірі тұрады, және ол картаңыздан уақыт өткен сайын, рекламаңызға ақша құртылған сайын, картаңыздан ақшаны алып тұрады. Және түсіндіре кететін жайт, бұл жерде осылай қойғаннан кейін сізде бірінші сіз жарнаманы көрсетесіз, белгілі бір мөлшерде ақша құртасыз, одан кейін барып ол сіздің картаңыздан ол ақшаны алады. Және айта кететін тағы бір маңызды жайт, сіздің жаңағы картаңызды осыған прикреплять еткен кезде, жаңағы данныйларын жазып, сіздің картаңызда минимум $1, яғни 400 теңге, 500 теңге болу керек, болу қажет. Өйткені ол жаңағы $1 алып, одан кейін қайттан өзіңізге қайтарып, картаның дұрыс жұмыс істейтінін тексеріп алады Facebook. Кеттік, достар, ары қарай. Картаңызды прикреплять еткеннен кейін қайттан настройкиді басып, қайттан ADS менеджер дегенді басамыз. ADS менеджер деген бұл ең основной, ең маңызды бет. Бұл жерде жарнамаларды осы жерден беретін боламыз. Өте қиын деп қатты қиындатпаңыздар, бастарыңызды ауыртпаңыздар, тек айтқан нәрсені істеп отырсаңыздар, өзіңізге оңай болады. Бұл жерде создатьты басамыз. Бұл жерде әр түрлі цельдер бар. Әр цельдің әрқайсысына үңілмей қояйын, өйткені барлығы сіздерге қажет емес. Бұл жерде ең маңыздысы генерация лидов пен трафик цельдері. Генерация лидов дегеніңіз өздеріңіз алдын көрген боларсыздар. Жаңағы рекламаны көрген кезде, рекламаны басып, оны өткен кезде, ары қарай нөміріңізді және атыңызды теретін бет, ақ бет шығады. Сол бетті жасау үшін, сондай жарнама жасау үшін, сіздің клиенттеріңіз сондай жарнаманы көру үшін және сізге нөмірі мен атын қалдырсын десеңіз, генерация лидовты таңдайсыз. Ал егер сіз жарнамамен WhatsApp жарнаманы басқан кезде сіздің WhatsApp-ыңызға өтсін десеңіз, онда трафикті басасыз. Бірінші генерация лидовты жасап көрейік. Генерация лидов. Мына жерге атын жазасыз, қандай тауар сатасыз, өзіңіз білесіз, кез келген атты, мүмкін осылай қалдырсаңыз да болады. Настроить рекламный аккаунт. Сізде мынандай шығу мүмкін. Осы жерде Қазақстан, доллар, США, доллар қалдыра беріңіз, осылай қалдыра берсеңіз болады. Продолжить. Әрі қарай, мына жерде ешқандай страница болмауы мүмкін сізде. Егер болмаса, плюсты басамыз. Плюсты басамызда қазақша тез жасау үшін ең астындағы общее дело и сообщество деген таңдаймыз. Және бұл жерге қазір біз ВКонтактеде группа сияқты, бұл жерде Фейсбукта да группа создавать етеміз. Бірақ бұл жерде группа деп айтылмайды, бұл жерде бизнес-страница деп аталады. Бұл жерге атын жазамыз. Бұл не үшін керек? Инстаграмда немесе Фейсбукта жарнама жасау үшін оны бір группаның атынан немесе оны Фейсбукта бір группаның атынан жіберу керек. Тіпті сіз тек қана Инстаграмда ғана жарнаманы жасаймын десеңіз, онда бәрібір, орысша айтқанда по-любому, Фейсбукта сәйкес бизнес-страница болу керек. Оның атын мына жерге тереміз. Егер сіз
жаңағы Инстаграмда өзіңіздің парақшаңыз болмаған жағдай болып қалса, онда мына жерге кез келген текстті тере аласыз. Сол мына жерге терген текстіңіз Инстаграмда жарнама шыққан кезде суреттің үстінде логотип және суреттің үстінде шығып тұратын болады. Мысалға, біз бұл жерге в основном дескрипторды жазған жөн, яғни немен айналысасыз. Адам көрген кезде сіздің не тауар сатып тұрғаныңыз, немесе не услуга көрсетіп тұрғаныңызды бірден түсіну қажет. Мысалға, юридические услуги Алматы дей салайын. Мына жерге логотип, яғни Инстаграмдағы логотипіңіз сияқты, бұл жерде де Facebook страницаға, бизнес страницасына логотип таңдау керек. Логотипті таңдап, логотипті таңдадық. Создать страницу. Жарайды, Талгар. Күтеміз, жүктелген. Еске қайттан салып қойын, біз қазір жасап жатқан жарнамамыз бұл генерация лидов деп аталады. Яғни адамдар жарнаманы көрген кезде және басқан кезде өзінің нөмірін, аты жөнін немесе басқа да ақпараттарды қалдыратын болады. Условия дейміз, условияны міндетті түрде принимать етеміз, я соглашаюсь деп. Өйткені біз жаңағы жинап жатқан нөмірлерді басқа ешкімге бермейміз деген сияқты Facebooktың регламенттерімен, условияларымен келсеміз. Мына жерге аудитория деген жерге келдік. Блокқа, аудитория деген блокқа қандай адамдарға көрсетілу керек екенін таңдаймыз. Бұл жерде әртүрлі мүмкіндіктер бар, бірақ сіздерге тез түсіндіріп өтейін. Места дегенде бірінші мына жерге қаланы таңдап алайық, немесе бүкіл Қазақстан. Бұл жерде орысша айтқанда как можно точнее таңдаған дұрыс. Мысалға, Алматы қаласының. Бұл жерде өте мұқият болайық, достар. Мысалға, Алма деп терген кезде Алматы город деп тұр. Ал егер мен Алматы десем, бұл жерде Алматы көшесі, Астана, мен Астана қаласын көрсетіп кетті. Сондықтан өте мұқият болайық. Алма деп, мен город, Алматы город деп қоямыз. Және автоматты түрде 40 километр, Алматының центрін алады, 40 километр алады. Бұл жерде 17 километр деп қойсаңыз болады. Яғни белгілі бір радиустан алып тұр. Алматы кіреді оның ішіне. Немесе осы 17 километр басып, только текущий город деген таңдасаңыз болады. Тек қана қаланың ішіндегілерді ғана алады. Қаланың ішіндегі кіріп шыққан барлық адамдар, тұратын барлық адамдарды алсаңыз болады. Немесе местный жители Алматының ішінде тұратындарды, немесе недавние посетители, жақында болғандарды, немесе Алматының ішінде жүрген туристерді, путешественниктерді алсаңыздар болады. Бізге местные жители дейік, өйткені біз юридический услугалар предоставлять етіп жатырмыз. Және біздің целевая аудиториямыз шамамен айта салайын 25 жастан дейік, 55 жасқа дейін. Еркектер мен әйелдер, мужчина и женщина бөліп қойсаңыз болады. Әйелдерге ғана көрсетілетін қылып, немесе еркектерге ғана көрсетілетін қылып, немесе басқа да әртүрлі жас аралығын таңдасаңыз болады. Языки дегенге мән бермейміз қатты. Детальный таргетинг, допустим, бұл жерде юридические услуги. Бұл жерде жаңағы біз көрсетейін деп жатқан адамның қызығушылықтары, демографиялық жағдайы, немен қызығатын, немен айналысатын, қанша баласы бар, үйленген ба, үйленген жоқ па, сондай ақпараттарды қоюға болады. Бұл жерде просмотр дегенді басып, әр қайсысына кіріп шығып, бұлайнан көп нәрсе бар екенін анықтай аласыз.
Бұл жерде высшее образованиясы бар ма, жоқ па, қандай саламен қызығады, қандай салада жұмыс істейді, қандай маман болып жұмыс істейді, әртүрлі ақпараттар бар, соларды таңдап қойсаңыз болады, детально таңдасаңыз болады. Мысалға сіз памперс сататын болсаңыз, баласының немесе қызының жасы 0-ден 1-ге дейін немесе 1-ден 3-ге дейін деп таңдап, әйелдерді ғана таңдап қойсаңыз болады. Мына жерге әйелдер дейсіз, и және мына жерге демографические интересы, родители, все родители, люди с детьми. Так, родители детей в возрасте от 1 до 2 лет, және родители, кешіріңіздер, демографические интересы, родители, все родители. Родители с младенцами от 0 до 12 месяцев деп таңдап, мысалға, памперс сататын болсаңыз, женщины деп қойсаңыз болады, өйткені аналар көбінесе сатып алады ондай нәрселерді. Так, ары қарай, біз юридические услуги предоставлять етіп жатқан жоқпыз. Біз юридические услуги предоставлять етіп жатырмыз, сондықтан аналарды алудың қажеті жоқ. Мысалы, целевой аудиторияңызды толық білмеймін десеңіз, бір нәрсесін ғана білсеңіз, мысалы, ол юридические услугалармен қызығып жүр соңғы кездері деп, ары қарай тағы не жазарымды білмеймін десеңіз, рекомендацияды бассаңыз болады. Өздері Facebook әртүрлі поведение, интерестарды шығарып береді сіздерге. Мысалы, бизнеспен қызығатын адам керек, өйткені бизнеспен айналысатын адам біздің клиентіміз болуы мүмкін деген сияқты. Деньги, ақшамен қызығып жүрген соңғы кездері ақша мәселесі ашық болып жүрген шығар деген сияқты. Және мына жерде айта кететін жайт, құрметті достар, потенциальный охват деген менде 520 мың человек болып тұр. Бұл желательно 100 мыңнан аз болмау қажет. Ары қарай, места размещения деп тұр. Бұл жерде автоматически қоймаймыз. Бірдестен редактировать плейсменті дейміз де. Бұл жерде мысалға Facebookқа көрсетіп, Facebooktың лентасы, моментальный статьи, видео реклама, инстрим, marketplace, мысалы, әрқайсына былайынан әкелсеңіз, оң жағында көрсетіліп тұрады, ол қалай көрінеді деген сияқты. Міне қараңыз. Міне. Бізге мысалға Facebookқа қазір салғым келіп жатқан жоқ, мысалға. Мысалға, мен историяға да салғым келіп жатқан жоқ, лентаға ғана салғым. Сіз мысалы белге қойыңыз, бұл историяда да шығып тұрсын, Инстаграмда, лентада шығып тұрсын деген сияқты. Мен лентада ғана шықсын деймін. Audience Network мессенджерге қазірше тиіспей қойсаңыз болады. Алғашқы ақша табуыңызда бұлар үлкен қатты көмегін тигізеді деп ойламаймын. Әрі қарай, дневной бюджет и график. Бұл жерде қатты кіріспей қойыңыз, бұл жерде күніне қанша теңге құртылсын сізден карточкаңыздан алынып тұрсын. Мысалға, шамамен бастап атсаңыз $5 қойып қойсаңыз болады, $2 қойып, $10 қойып қойсаңыз болады, $15 қойып қойсаңыз болады. Өзіңіз есептейсіз де қоясыз. Мысалға, мен $5 қойым күніне, немесе жарайды $10 қоя салайын. Бұл нәрсені өзгертуге болады, достар. Мысалы, қазір біз жасап отырмыз, бұл нәрсенің бәрін өзгертуге болады. Жарнаманы бастап қойды, болды, өзгерте алмаймын деп ойламаңыздар. Жарнаманы жасап, бастап кеткеннен кейін де біраз уақыттан кейін өзгертсе болады, мысалға. Басқа адамдарды қосса болады деген сияқты. Мысалы, установить даты начала окончания. Бұл жерге жаңаға датасын қоясыз, қашан басталып, қашан өшсін деген сияқты. Мысалы, мына жерде бір ай тұрды, бір ай айналсын. Бір апта қойсаңыз болады сіз. Продолжить. 3 күн қойсаңыз болады, өзіңіз көресіз. Бұл жерде енді жаңағы біз создавать еткен юридические услуги талғар деген өкінішке орай келмей қалды. Жаңағы мен тез істеп отырмын, ол негізі Алматыны выбирать еттім да, талғар деп атып қойып қойдым, негізі Алматы болса Алматы болып жазылып тұру керек. Так, ары қарай кете берейік, достар. Бизнес страницамның аты енді осы Инстаграмда жаңағы жарнаманың төбесінде как Инстаграм страница сияқты тұрады, но оған басылмайды. Ол Инстаграм страницаңыз болса, оны сіз жаңағы осы бизнес страницамен связывать етіп, бір-бірімен сөйтіп связывать етілген болса, мына жерде автоматты түрде сіздің Инстаграм страницаңыз шығып тұрады, достар.
Әрі қарай кольцевая галерея немесе одно изображение или видео. Бірінші одно изображение немесе видеомен көріңіз, одан кейін уақыт өте келе экспериментировать етіп тестировать ете бересіз. Мына жерге өзіміздің суретімізді қояйық, добавить медиафайл. Сіз алдын дайындаған болу керексіз. Загрузить изображение. Мысалы, біз дайындап қойдық. Тез. Осыны енді далее деп қоямыз. Міне біздің рекламамыз қалай көрінеді Instagram лентасында. Мына жерге текстін жазамыз, астында тұратын. Мен достар тез жазылайын, мына жерде уақыт құртпай қазір. Сіздер алдын берілген сабақтар бойынша жазыңыздар тексті, мына жерлерге жазбаңыздар ештеңе. И мына регистрация деген кнопканы әртүрлі өзгертсеңіздер болады. Мына жерден подробнее, получить предложение, скачать, забронировать, подать заявку. Но көп адамдар подробнейні қолданады, және қазақтар подробнее деген батырмаға үйреніп қалған, сондықтан соны қолдансаңыздар игірек абзалырақ болады. Но ол ешқандай правила емес, қатып қалған, тестировать етіп көрсеңіздер болады. Енді әрі қарай осы подробнее кнопкасын басқаннан кейін адамдар әрі қарай қайда өтеді? Жаңағы мен айтқандай ақ формаға өтеді. Ол жерде өзінің аты жөнін, сіз қалаған ақпаратты сол жерге тереді. Мысалы, новая форма деп форма создавать етеміз. Сразу кіре салып настройкаға кіреміз де тілін өзгертеміз. Қазақша өкінішке орай жоқ. Русский аламыз. Мына жерде разрешен қыла саламыз. Әрі қарай былай жасаймыз. Мына жері мысалға краткая информация деген, осы жерге тағы да қосымша ақпарат қойсаңыз болады. Яғни жаңағы жарнаманы көргеннен кейін жарнамада кейбір ақпараттарды жазып үлгермедім десеңіз, онда қайттан осы жерге жазсаңыз, бірінші бетінде пайда болады. Немесе бұны мүлдем алып тастасаңыз болады, мысалы. Былай алып тастайсыз оны. Міне, бегуні бар, жоқ. Маған қазірше немесе бұны алып тастасаңыз болады, мына бегунок арқылы. Мен алып тастадым. Сіз қосымша ақпарат қойсаңыз болады. Енді ең маңызды жері бұл жерде жазасыз. Юридически. Чтобы ставить заявку, введите свои данные. Менің жаңа жарнамам орыс тілінде болғаннан кейін бұл жерде де орыс тілінде жазамын. Введите свои данные, правильно дұрыс қойық. Жерге электронный адрес маған қажет емес. Аты қажет, новый вопрос. Бұл жерде, қазір достар, түсіріп қойын астына. Бұл жерде, мысалы, әртүрлі информация қойса болады. Контакт fields, номер телефона. Маған номер телефон мен аты ғана жеткілікті. Міне былай көрінетін болады, достар, қараңыздар. Адамдар, клиенттер мынаны көреді, осы жерге толтырады. Мына жерге астына өзіңіздің сайтыңыз болса, сайтыңызды қойсаңыз болады. Немесе басқа кез келген сайтты қойсаңыз да болады. Бұл негізі жаңағы қатты маңызды емес. Жарайды, қатты түсіндірмей қойын, бұл өте маңызды емес. Google кезектеп жазасаңыз. Кейін уақыт өте келе түсіне жатасыздар, достар. Қазір ең бастысы сіздердің алғашқы табыстарыңыз тез табу. Енді өз нөмірі мен атын қалдырғаннан кейін клиенттер нені көреді? Спасибо. Достар, мен бұл сөздерді қазір тез жазып жатырмын. Сіздер жаңағы фантазияларыңызды қосып, креативті қосып, әртүрлі қызық нәрселер жазсаңыздар болады, чтобы клиентті жіберіп алмас үшін, оның тезірек сіздерге хабарласуын тездету үшін, қызығушылығын арттыру үшін деген сияқты. Позвоните нам, нажав на кнопку ниже. Деп қоя саламын. Сөйтемді мына жерде астындағы кнопканы сайт деп, скачать деп, позвонить деп қойсаңыз болады. Сайт деп қойып, одан кейін өзіңіздің WhatsApp-ыңызға баратын қып қойсаңыз болады, немесе позвонить деп қоямын мен қазір. Текст кнопки позвонить деп қойсылайын. Позвоните нам деп қойын. Мына жерге нөмірімізді тереміз. Қазақстан.
и кез келген өз нөміріңіз. Осыдан кейін жалпы формамыз дайын, достар. Формаңыздың атын өзгертіп қойсаңыз болады. Сохранить. Завершить. Так, мына жерде бір қате бар дейді, достар. Түзелер жерік. Мына жерде артық нөмір жазып жібермедім. Артық нолик. Сохранить. Завершить. Бәрі дұрыс. Так, жалпы біз генерация лидов жарнамасын бітірдік, достар. Подтвердить деп. Қазір бізге карта шығу керек. Өйткені сіздерде картаңызды прикрепить етіп қойған болғандықтан сіздерде карта шықпайды. Ары қарай жарнамаңызды жасау бітеді. Бізде карта шығып тұр. Бұл жерде менде қазір карта қолымда жоқ болғандықтан картаны прикрепить ете алмаймын. Сіздерде жарнама бітіп, сөйтіп сіздер мынандай бетке түсесіздер. Қазір көрсетемін. Бастапқы бетке, сол Ads Manager'дың. Осы жерде сіздің алғашқы жарнамаңыз тұрады. Мен қазір көрсетейін, ол қалай тұратын. Шамамен былайынан тұрады сіздердің жарнамаларыңыз. Мына жерде 0,0,0,0 болады. Мына жерде на рассмотрение деп тұрады. Ол на рассмотрение деп где-то жарты сағат пен 1-24 сағаттың арасында рассмотрение болады. Одан кейін барып жарнамаңыз жіберіледі. Жіберілген кезде жарнамаңыз действующая деп тұрады. Одан кейін сіз өзіңіздің нелеріңізді қалай аласыз. Мысалы, нөмірлер қалдырды адамдар. Қалдырған нөмірлерді одан кейін сіз мына жерден алсаңыз болады. Мен көрсетейін. Қалдырған нөмірлерді былай алған ең дұрыс жолым былай. Мына жерге басасыз, перейти в личную ленту новостей. Сөйтіп, мысалға, өзіңіздің жаңағы неңізге кіресіз. Жаңағы создавать еткен страницаны тауып аламыз. Юридические услуги талғар дедім. Жүктеліп жатыр. Енді осы жерде инструменты дегенді басамыз. Сөйтіп астына түсіреміз. Астына түсіріп библиотека форм деген бар. Соны басамыз. Библиотека формды басқаннан кейін үстіне көтереміз қайттан. Мына жерде жаңағы біздің создавать еткен формамыз. Аты да осылай фо деген үлкен әріппен жазылып қалып кетті. Бұл жерде мына қазірше 0 заявка қалдырған адам жоқ. Бұны былайынан download деп скачать етеміз. Новый лиды 0 дейді. Бірақ пайда болған кезде мына жерде 1, 2, 3 немесе 10 немесе 100 болып тұрады. Сөйтіп XLS скачать етіп, Excel форматта оны сақтап аша аламыз. Сақтағаннан кейін ашамыз. Қарапайым өзіміздің Excel файл. Сол файлда жаңағы қалдырған жарнамадан заявка қалдырған адамдардың нөмірі, аты қалады.
міне былайдан. Мына жерде әртүрлі ақпараттар тұрады. Мына жерде қашан қалдырғаны, мына жерде аты, мына жерде негізі аты және нөмірі. Негізі барлығы заявка қалдырғаннан кейін барлығы түсінікті болып тұрады сіздерде. Менде заявка қазірше жоқ, өйткені жарнама жіберілмеді. Жалпы осылай достар. Қазір қайттан қайтайық. Управлять рекламой. Енді келесі екінші түрі, WhatsApp-қа жіберетін түрі, достар, қазір сіздерге керек болып қалуы мүмкін. Создать дейміз. Ол екінші трафик. Жаңағы бітірмеген жарнаманы бітіріңіз деп тұр. Бітірмесек те болады. Трафикті таңдаймыз. Атын жазамыз. Тауар. Жалғастырамыз. Достар, бір мысалға әркімде кейбір, мысалы Facebook кейбір кезде тестировать етеді, әртүрлі обновлениялар жасайды. Мысалға менде қазіргі пайда болған интерфейс сізде сәл басқаша болуы мүмкін, кішігірім өзгерістер болуы мүмкін. Мысалы кейбір кнопкалар сәл басқаша болып жазылып қалуы мүмкін сіздерде. Сол кезде тоқтап қалып не болып кетті деп жұмыстың бәрін тоқтатып қоймай, ары қарай интуитивно баса беріңіз, өйткені барлығы шамамен бірдей заттар, өте қатты өзгерістер жасамайды олар. Мына жерде сайт деп қалдырамыз, WhatsApp дегенді баспаймыз. Біз WhatsApp-қа жасайтын болсақ та, қазірше WhatsApp деп баспаймыз. Сайт деп жасаймыз. Бұл оңайлы үшін осылай қазір. Әр қарай тура бағанағыдай мына жерде аудиторияны таңдаймыз. Алма дейміз бірінші. Алматы город. Город болып тұру керек. Мысалға мен Алматы 32 километр алып берсінші. Жарайды. 18 километр алып берсін, өйткені Алматының жанындегі кішігірім ауылдарға да барсын реклама деймін. Мыналар қала берсін. Мынау да қала берсін. Ешқандай интерес таңдамай қойын. Интерес таңдамай-ақ жіберуге болады рекламаны. Менде мысалы 2.400.000 адамға көрсетіледі. Ақшаны тоқтатып қоймасам. Редактировать плейсменты. Facebook көшіріп тастаймыз. Мысалы, маған қажет жоқ. Сіз қойсаңыз болады Facebook. Мессенджерді өшіріп тастаймыз. Audience Network көшіріп тастаймыз. Және күніне $10 қойыншы. Продолжить. Бағанағы немізді таңдаймыз, страницамызды. Сөйтіп, одно изображение. Добавить медиафайл. Добавить изображение. Қойсылайын. Әр қарай. Мынау бағанағы өздеріңізге көрсетілген нәрсе. Мынау сайт деп тұрады. Мына жерге текстін жазамыз астына жазылған текст. Мына жерде көрінеді міне. Ол үлкенірек болу керек. И мына жерге біз WhatsApp-қа өту үшін WhatsApp-тың ссылкасын қою керекпіз. Болмаса, егер сіздің сайтыңыз болса, сайтыңызды қойып қойсаңыз болады. Сол кезде жарнаманы көрген адамдар сайтқа өтетін болады. Мысалға, сіз WhatsApp-қа келгенін қалайсыз. Ол үшін, оңайлау үшін былай жазсақ болады. Google-ға генератор WhatsApp ссылок. Деп жазсаңыз болады. Негізі көп адамдар өздері ақ істей алады. Негізі көп адамдар біледі, бірақ білмесеңіз осылай қолданыңыз.
кез келгеніне кіре саламыз. Мен radist.online сервисіне кірем. Жүктеліп жатыр. Достар, мына жерге өте қарапайым сервистер бар. Өз нөміріңізді жазасыз, немесе жарнама арқылы қай нөмірге WhatsApp-қа түскен қаласаңыз, сол нөмірді жазасыз. Мысалға, кез келген нөмірді жаза салдым мен. И дайын текст, мысалы жарнаманы басып, WhatsApp-қа өткен кезде дайын сообщение жаңа клиентіңізде тұрсын десеңіз, сол сообщениені жазасыз. Саламатсыз ба? Сформировать, выделить етіп, копировать етеміз. Копировать етіп, мына жерге қоямыз. Қойдым. Дайын текстімен ссылка. Подробнее болып тұрсын. Подтвердить. Тағы да айтамын, бұл жерде подтвердить деген кезде мен қазір картаны енгізбегеннен кейін осындай болып шығып тұр. Сіздерде успешно жасалынып, мынандай окноға өту керек. Қазір көрсетемін. Менің әртүрлі карталарым әртүрлі жаңағы әдіс менеджерлерге прикреплен болғандықтан бос картам қалмай тұр екен. Сіздерде шамамен мынандай болады. Мынандай болып тұрады, мына жерде на рассмотрение болып тұрады. Бірақ уже одан кейін WhatsApp-пен қойсаңыз, сіз нөмірлерді скачать етпейсіз, адамдар тікелей сізге WhatsApp-қа жазатын болады. Мына жерде қарасаңыз әртүрлі сізге қажетті сандар тұруы мүмкін. Бұл жерде результат деген жаңағы лид форма арқылы ең бірінші жасаған генерация лидов. Лид форма деген жаңағы нөмірін қалдырған жер форма. Соған 79 адам қалдырған рекламада. Охват 32.420 адамға көрсетілген. Кейбір адамдарға повторно көрсетілгеннен кейін показдың саны көп болады. Цена за результат, бір заявка қалдырған адамның құны бірде $16 түскен бізде. Арқарай потраченная сумма $91 осы жерде. Бұл рекламада болған екен. Және айта кетерлік жайт, бір заявканың сізге түскен бір нөмірдің құны $1,5 немесе $1 қатты аспауын қадағалап тұрғаныңыз жөн болады. Жалпы осылай достар, ноутбук тауып, ноутбуктан жасағандарыңыз тиімдірек, өйткені бұл жерден өте көп функциялары бар, және болашақта да кейін бизнестеріңіз өсіп, табыстарыңыз көбейген кезде осы ноутбук арқылы, компьютер арқылы жасағаныңыз үлкен сізге плюстерін көрсететін болады. Сау болыңыздар достар. Табыстарыңыз көбейе берсін.